Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге фаршированный перец тағамын жасайтын боламыз. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: күріш, фарш менде қойдықы, перецтердің ішін тазалап алдым, 2 пияз, 2 картошка, менде мұнда томат пен қызанақтың соғы. Ең бірінші күрішімізге су құйып қоямыз. Күрішіміз жұмсару үшін 10-15 минут суда тұру керек. Пиязымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Фаршымыздың үстіне туралған пиязымызды саламыз. Күрішімді суда 10 минут ұстадым. 10 минуттан кейін суын төгіп, енді күрішімізді фаршымыздың үстіне саламыз. Тұз, бұрыш саламыз. Сарымсақ. Жарты кесе су құятын боламын. Фаршымыз сочный болу үшін. Барлығын жақсылап араластырамыз, бірдей масса болғанша. Фаршымыз бірдей масса болды. Енді осы фарштарымызды перецтеріміздің ішіне салып шығатын боламыз. Перецтерім ішіне фарштарды нығыздап салып алдым. Енді сорпамызды дайындайтын боламыз. Пиязымызды соломкаға турап аламыз. Картошкамызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Қазанымызға аз ғана сұйық майды құйып, қазанымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға пиязымыз бен чесногымызды салып,
қызарғанша қуырып аламыз. Қыздар, мен фарштың ішіне де подливке де чеснок салатын боламын. Егер де қаласаңыздар салсаңыздар да болады, егер қаламасаңыздар салмасаңыздар да болады. Менде видеода түспей қалыпты. Қызарып қуырылған пиязымызға томатымыз бен қызанағымыздың соғын салып жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін барып суымызды құйып, тұзымызды салып, суымызды қайнататын боламыз. И картошкамызды салып қоямыз. Қайнаған сорпамызға фаршированный пересімізді салып, газын астын жай басып 45-50 минут пісіретін боламыз. Суымыз перецтен көп болып тұрмау керек, яғни перецті басып тұрмау керек. Егер суларыңыз көп болып кетсе, онда сорпаларыңыз дәмді болмай қалады. Осылай менікі сияқты перецтен ортасындай болып тұрса, құйылған суларыңыз, су кішкене тартылып, сол кезде сорпаларыңыз өте дәмді болады. Егер де осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, міндетті түрде маған тіркеліп қойыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк қойып кетіңіздер, комментария жазып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде сұраңыздар, жауап беріп отыратын боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарғанбекқызы.